Достар, бұл екінші часть қалай ағамның іні анау запрушкаға кірді. Сол кезде терден былай қарап тұрады. Сіз бірінші частьын көрмесеңіздер, мен YouTube каналымнан көріңіздер. Ол YouTube каналымда емес. Осындай. Сол кезде мен жестко қорқыдым. Өйткені екі қандасы бар, и көп ағалар бар. И вот. Артында еще біреу тұрды пышақпен. Біз ағам екеуміз көрдік те, ей, бала түс! Атын айтпай қойын оларын. Ей, бала түс! Деп артында екеуін біреу қара адам ба, біреу әлі тұрды. Шынында дейін. Біз ағам екеуміз шыңғырып, сол ағам екеуміз жүгіріп кірдік. Ағам мамасы мен апам шай ішіп отырған ғой. Ей, не болды дейді. Ешінке деп просто жүгіріп ойнап жүрміз ғой деп. Мен не болды деген ғой, біздің мамамның апам, мен апам, ағамның мамасы. Сол кезде, аталайды. Сол кезде, не болды, сонша тілі кеттіңдер ғой деді. Біз өзіміз, жай просто жүгіріп ойнап жүріп қой деп айта саламыз, өтірік ағам екеуміз. Анда концерт қоямыз. Өтіріктен. Сол кезде сол баланың атына шынымен қарадым көрінді. Құдай сақтасын. Ондай. Мен қазір осы видеоны осымен аяқтаймын. И қазір мен тағы да бір видео салатын шығармын. Біраздан соң мен қалай жаман запрушкаға кіргенде. Ішіне біз көп заттар таптық. Оны басқа частьте көреміз. Бір аптадан кейін ба, бір сағаттан кейін басам. Сонымен давайте.